Қош келдіңіздер, достар. Бүгін біз саңырауқұлақтардың таңғажайып әлеміне батамыз. Саңырауқұлақтар мыңдаған жылдар бойы адамдардың назарын аударып келе жатқан ағзалардың ғажайып класы. Саңырауқұлақтар біздің планетамыздың ежелгі организмдерінің бірі болып табылады. Олар миллиондаған жылдар бойы шөлге дейін, полярлық аймақтардан тропикалық жоңғарларға дейін барлық жерде мекендейді. Бұл организмдер пішіні, түсі және жеуге жарамдылығы жағынан әртүрлі жеуге жарамды және улы саңырауқұлақтар көптеген мыңжылдықтар бойы адам тағамының бір бөлігіне айналды. Саңырауқұлақтардың бейнелері біздің ежелгі ата-бабаларымызға тиесілі үңгірлердің қабырғаларынан табылды. Бұл олардың тамақтарының ажырамас бөлігі екенін көрсетеді. Саңырауқұлақтар және оларды пайдалану туралы алғашқы жазбаларды ежелгі Рим, грек және басқа да көне мәдениеттердің жұмыстарынан табуға болады. Қызықты фактілер. Біріншіден, саңырауқұлақтарды іздеумен және жинаумен айналысатын адамдар саңырауқұлақшылар немесе саңырауқұлақтар сүйгіштер деп аталады. Саңырауқұлақшылық деп аталатын бұл хобби көбінесе нағыз құштарлыққа айналып, адамдарды түрлі саңырауқұлақ түрлерін іздеп орманға келеді. Екіншіден, көптеген саңырауқұлақтар ағаштармен симбиотикалық қарым-қатынас жасайды. Олар ағаш тамырының айналасына тарайтын және оларға қоректік заттармен алмасуға көмектесетін мицелий құрайды. Бұл микориза деп аталады. Үшіншіден, антибиотиктердің бірі пенициллин саңырауқұлақтардың арқасында ашылды. Александр Флеминг кездейсоқ саңырауқұлақтың басқа бактериялардың ингибиция аймағын өткізетін байғанда пенициллинді тапты. Саңырауқұлақтар ғасырлар бойы назар аударатын таңғажайып организмдер, олар экожүйеде маңызды рөл атқарады және адам мәдениеті мен тамақтануына айтарлықтай сері бар. Міне, достарымыз таңғажайып саңырауқұлақтар туралы біраз көбірек білді. Біздің арнаға жазылыңыз және тез арада кездесуге дейін.